Сәлем достар, сіздермен бірге шолуда KZ. Мен Думан, және де мен Гария Айса. Сіздер Астана қаласында тұрсаңыздар, және бұл жерде қандай да бір демалыс орталығын іздеген болсаңыздар, біз сіздерге көмектесуге дайынбыз. Бүгін біз Құлагер демалыс орталығына барамыз. Негізі Астана қаласында көптеген орталықтар бар. Ал бүгін біз сол жаңағы айтып өткеніндей Құлагер орталығын таңдап отырмыз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Ол жерге біз 2-3 ай бұрын ғана Қазақстанға келген Camry 75 автокөлігімен барамыз достар. Қараңыздар, қандай әп-әдемі автокөлік. Енді бұлай сырт көзбен қараған кезде айырмашылықтары жоқ сияқты. 70 Camry мен, Camry 75-дің айырмашылығы жоқ сияқты, бірақ та мен сіздерге айта өтейін. Достар, осы капоттың астында баяғы ES 250 Lexus'тың қозғалтқышы тұр. 199 аттың күші бар. Қозғалтқыш көлемі 2,5 литр. Мен сіздерге екінші айырмашылығын көрсетіп өтейін. Міне алдыңғы решеткасын көрсеңіздер, бұл жерде хромды вставкалар орналасқан. Фараларына келетін болсақ, ол Toyota Camry 70-тегідей. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Және де тағы да бір айырмашылығы, әрқашанда жаңа көлік шыққан кезде дисктарына өзгеріс келеді. Дисктар басқа. Бұл енді таңғалатындай ештеңесі жоқ сияқты. Арт жағынан да қарасақ, тура Camry 70 сияқты, бірақ көрсетерім. Camry 70 автокөлігін айдаған жігіттер, қыздар біледі. Багажды ашқан кезде бұл жерде осындай бір төмпешік тұратын еді. Себебі ол жерде орысша айтқанда полноценный запаска тұратын еді. Енді қазір запасканың көлемі кішірейтілді. Демек, қазір мінеки докатка дейміз ғой, таблетка деп жатады кейбіреулер. Осындай кішкентай доңғалақ қойған. Бұл көлік 21 жылдың автокөлігі болса да, бұл жерде кит-тач деймі, аяқпен багажды ашатын нәрсе, электропривод жоқ. Бұл машинада қолмен ашатын кнопка бар міне. Ал ендеше бізге сәт сапар. Біз Құлагерге жол тарттық. Машинаның ішінде, яғни интерьерінде де бірнеше айырмашылықтар бар. Оны сіздерге жолда көрсететін боламыз. Ал кеттік. Camry 75-ның интерьерінде айтарлықтай өзгерістер жоқ. Алдыңғы седаннан айырмашылықтары Apple CarPlay және Android Auto орнатылды. Мультимедиялық жүйе 9 дюймді жаңа дисплейға ауыстырылды. Консольдағы лактың орнына қара пластик қойылды. Ал орталық ауа арналарына келетін болсақ, олардың да орны ауысып, дисплейдің астына орналасты. Артқы салонның іші бұрынғыша кең және ортасында мынандай қол қойғышы бар. Арттағы адамның ыңғайлылығы үшін өзі өзгертіп отыратын бірнеше батырмалар орналасқан. Жақсы функциясы бар. Автохолд деген светофорға жақындап, оны басасыз. Тормозды бір басып жіберсеңіз болды. Машиналармен қарай жүрмейді. Газды басқан кезде ғана машиналармен қарай жүреді. Неге қараңыздар. Одан кейін бұл функцияны өшіріп қоюға да болады. Осы машинаның керемет бір функциясы удержание на полосе деп аталады. Қараңыздар. Мен қазір рөлді жіберем. Машина солға қарай өзі кеткен кезде ол қайттан жаңағы өзінің түзу жолына қайтарады машинаны. Машинаңызды оңға да, солға да ешқайда жібермейді. Ал қазір біз интернациональный поселкасына келдік. Мінеки Құлагер база отдыха дейді. Соған келе жатырмыз. Міне 845 метр қалды. Орталық консоль, мінеки осы үлкен дисплей Toyota Land Cruiser 300 моделінде көрдік. RAV4-ді да көрдік, Corolla'ны да көрдік. Барлығының осы дисплейін бұлай жоғары көтеріп қойған. 70-інде бүкіл панельмен бірге болатын, шықпайтын. Сол да ыңғайлы сияқты еді негізі. Қазір бұлай көтеріп қойыпты. Бұл жерді өшіре алмайсыз. Себебі бұл жерде бұлай бұралатын нәрсесі бар еді ғой. Заглушка дейді. Олар жоқ. Тек қана оңға солға ауыстыра аласыз. Түгел жаба алмайсыз. Toyota Camry 75 автокөлігі аралас циклда 100 километрге 6,8 литр жанармай жейді екен. Құлагер демалыс орталығына келіп қалдық, достар. Мінеки жылқылар жүр. 0-ден 100-ге дейін 8-де 7 секундта жетеді екен, достар. Бұл жерде 8 сатылы
вариатор коробкасы орнатылған достар. Құлагер демалыс орталығы Астана Қарағанды трассасы интернациональный ауылында орналасқан. Қолжетімді бағамен қала сыртында демалып, атпен жүріп пейнтбол ойнағыларыңыз келсе, осы жерді де қарастырып өтіңіз. Құлагер демалыс орталығына келіп жеттік. Менің естуімше бұл жерде атқа мінуге болады, жазғы ресторан көріп тұрмын. Одан басқа анау бір шетте пейнтбол ойнауға болады, бірақ барлығын кезек-кезекпен достар сіздермен бірге шоу жасап өтейік. Ал достар, біз бірінші локациямызға келдік. Бұл пейнтбол орталығы. Менің түсінгенімде шар саны 100-ге 3,5 теңге, шар саны 200-ге 5.000 теңге және 300 шарға 6.000 теңге төлейсіз. Негізі пейнтбол бар ғой, менің ойымша, ол ер адамдарға арналған ойын. Әйел адамдар енді ойнаған естіген, бірақ сонда да мысалы думан барған бір 2 рет па, одан кейін денесін көріп, көгергендерін көріп, менің бар ғой, пейнтбол ойнауға мүлдем зауқым қашып кеткен болатын. Мінекей мына жерде инструктаж өтеді. Міне оқтың түстері менің түсінуімше. Мына жерде қазір ойын болып жатыр. Оқтардың дауысын естіп жатқан боларсыз. Барлығы бір-біріне тығылып, бір-біріне атып, денелерін көгертіп жатқаны білмеймін мен енді. Оның несі қызық екенін. Здесь думана нету. Где он там? Еще жив играет. Думан, алға, давай. Я верю в тебя. Негізі мына жерге келген кезде бірден иісі бұрқ етіп мұрдыңа келген болатын, бірақ бір жарты сағат болды ма, 40 минут болды ма осы жерде жүргенімізге иісіне үйреніп та қалдық, родной иістер болып қалды. Сейчас с отпоя все выходят. Аттар әрбір 4-5 сағат сайын мына жерге демалуға келеді. Оларға су беріп, тамақтарын беріп жатады. 2, 3. Ал бұл достар, ат қорасы бір қызық. Бұл жерде мінекей аттар үшін бөлек радио қойып қойған. Осы жердегі аттар в курсе всех событий деп айтамын ғой достар. Бұл жаңалықтардың бәрін біледі осы жердегі аттар. Демалуға келген кезде жаңалықтарды естіп, музыка тыңдап, кішкене демалып қайтады. Как зовут эту лошадь? Кокдау. В прошлый раз я каталась именно на нем. А мы Кокдау на нем катались. Андай кішкентай қыздар аттан қорықпайды, иә? Думан болса есіктер жабық, тығылып тұр. Бұл жерде кішкентай балалар, 13-16 жасар балалар. Мектеп жасындағы балалар. Мектеп жасындағы балалар мінекей адамдарға қызмет етіп жүр. Аттарды жалға береді бұл жерде. 2.000 теңге, 15.000 2.000 теңге бағасында сондай. Кішкентай жас балалар кәдімгідей қызмет етіп жүр. Аттардан қорықпайды екен, біз атқа мінбегелі қай заман. Бүгінгі күні атпен серуендеудің бағасы 30 минутына 2.000 теңге, ал 1 сағатына 4.000 теңгені құрайды. Ал егер сіз өзіңіз атпен жүре алмасаңыз, қасыңызға инструктор беріледі. Онда бағасы кішкене өзгереді, яғни жарты сағатқа 2500 теңге төлесеңіз, 1 сағатқа 5000 теңге төлейтін боласыз. Одан басқа бұл жерде атты айдап та үйренуге болады. Оның бағасы 12 сабаққа 40.000 теңгені құрайды. Ал достар, мінекей біз балаларға арналған алаңға келдік. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай 2 аттракцион деп айтамыз ба, енді сол 2 бар екен. Балалардың барлығы балалар саны көп. Ал дәл осы балалар алаңының жанында бассейн бар. Бұл бассейнде кішкентай балалар шомылып жүр, үлкен адамдар жоқ. 1, 2, 3. Басты жұмысым той жүргізу, той ұйымдастыру болғандықтан, маған осы территорияда ең қызығы ресторан. Үлкен холл,
баня қоюға болады. Фуршеткеде орын бар. Бұл үлкен ресторан тойхана 300 адамға арналған деп айтты бізге. Мінекей қараңыздар, ішінің бәрі аппақ, әдемі свет, шамдар қойып, залды одан да әдемі безендіруге болатын сияқты. Ең бастысы ақ түсі көп, ақ түс бәріне жарайды. Не қойсаңыздар да. Мінекей аппаратуралар бар, LED экрандар қояды екен. Керек десеңіздер. Қаладан шаршасаңыздар, қаланың ішінде кептеліс, қонақтарымыз келеміз дегенше, келет дегенше уайымдайсыздар. Бұл жерде құдаларды күтетін сыртта кафе бар, сол жақта мысалға құдалық жасап, одан кейін кешке қарай осы жерге бүкіл туыстарыңызды, достарыңызды шақырып, осы жерде той жасауға болады екен, достар. Залдың бүгінгі күнгі бағасы арендасы 300 мың теңге, және де әр адамға меню бағасы 12 мың теңгеден басталады. Бұл көк алаң, қараңыздар, қанша ағаш. Кен тыныстауға болатын жер, достар. Мінекей осындай тапчандар, беседкалар бар. Және де балалар ойнайтын осындай үлкен алаң. Ана жерде шашлык істейтін жер, және де бұл жердің шашлыгын бізге мақтаған, сондықтан да біз де сол шашлыктың дәмін көрейік, ауыз тиік деп қазір шашлыкқа заказ бердік. Және де өздеріңізге сол бұл жердің тамағы қандай екенін айта жатармыз, достар. Сыртта беседкаларда, тапчандарда орын болмағасын, біз мінекей осындай шатырдың астында кіріп, тамақ ішейін деп жатырмыз, заказ беріп. Ал мен боталарым шаршап қалған шығар. Әділхан аман келді. Айсина Ғалия. Шаршаған жоқсыңдар ма? Біздегі цезарь салаты 2500 теңге, ал шашлықтың бағасы 3200 теңге. Лимонадтың 1 литрі 1800 теңгені құрайды. Заказда орташа 20-25 минут күтесіз. Тағамдары дәмді болды, бірақ сервис жағын сәл де болса көтеру керек. Ал енді осы жердегі үйлерді жалға беру туралы информацияны тыңдай кетіңіздер. Мінекей біз соңғы нүктемізге де келіп жеттік. Бұл жерде осы демалыс орталығының жалға берілетін үйлерін көре аласыздар. Дом охотника дейді, дом рыбака, одан басқа дом друзей. Осы үйлердің барлығы таңертеңнен кешке дейін жалға беріледі. Себебі кешке сағат 11-де бұл демалыс орталығы жабылады екен. Егер де видеомызды соңына дейін көрсеңіздер, біздің каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Да, ребят, досмотрели видео до конца, молодцы, классно. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, как вам новая 75-ка и какую бы зону отдыха в Астане под Астаной вы хотели бы увидеть на нашем канале. Чики-пау!